Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, бүгін бала тәрбиесі бойынша Селбек Мырзабаймен бізде. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Үшінші сұхбатымыз. Бүгінгі сұхбатымыз бұрынғыдан ерекше болады. Бұрын енді тәрбиелеу бойынша сөйлесетін болсақ, бүгін жалпы жабайы балалар бойынша әңгіме қозғаймыз. Баяғыда қай жыл екенін ұмытып тұрмын, қазір өзіңіз толықтырып кетесіз. Орманнан бір бала тауып алып, әлемнің ғалымдары мен деген жиналып, 3 жыл 4 жылда сол балаға шанышқы қарапайым вилка ұстауды әрең үйреткен. 3-4 жылда әлемнің мен деген ғалымдар жиналып. Енді қазір бұған бөлек бір теория шықты. Оны орманнан бала тауып алудың қажеті жоқ, әрбір үйде бір жабайы бала өсіп келе жатыр деген тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз, дұрыс па? Енді әр үйде бір жабайы бала өсіп келе жатыр деген сәл ауырлау естіледі негізі. Қалайша ол кірпі балағым жұмсағым дейді, қарға балағым аппағым дейді деп отырған кезде ол біреудің баласын жабайы деп отыру. Енді The Forbidden Experiment деген кітап қой, Роджер Шаттактың атақты. Бұл кітапты жазудағы мақсат бұл 1800 жылы Париждің маңындағы Аверон деген ауданнан орманнан бір жабайы бала табылады. Сол бұл жабайы баланы кәдімгі сол кезде өзі ұлы француз революциясы болған. Мемлекет бар, конституция бар, адамның құқығы бар. Енді бұған дейін де табылған жабайы балалар. Енді ол кезде адамның құқығы жоқ кезде ол тіпті жабайы бала былай тұрсын, құлдардың, қылмыскерлердің, тіпті шаруаларменен үйдегі бала әйелдердің де құқығы болмаған орта ғасырда. Сондықтан аса мән бермеген. Бірақ кейін Наполеон келіп, билік өзгеріп, жағдай басқаша болғаннан кейін ғылым пайда болды, ағартушылық заман. Сол кезде бұл осыны зерттеп, сол жазбап қалып қалған зерттеулер. Кейін ғалымдар арадан 1-2 ғасыр өткеннен кейін бұрынғы жазбаларды алады да зерттейді. Зерттеген кезде бар мынаны қараңдаршы, бұрынғы оқиғаның қазіргі өмірге қандай әсері бар деген кезде көңілді Құдайдың құтты күні бойымызда болып отқан сұрақтар бар емес пе, соның жауабын табады. Енді бұған түспес бұрын мен бір қызық нәрсе айта салайын көрермендерге. Меніңше ол Құдайдың құтты күні болатын нәрсе. Жақында мен Жанар Байсеміз деген бір журналистке сұхбат бердім, ғажап. Сонда енді жақсы сұрақтар келді де, бірақ соңына таман меніңше тренд ау деп ойлаймын, қалыпты сұрақтар ау деймін. Тамақ істейсіз ба, әйеліңізге қалай қарайсыз деген сұрақтар бар, жеке өміріңе қатысты. Ондай сұрақ қойған кезде адам қиналып қалады негізі. Соны енді тамақ істемеймін, әйелім бар, сонда қалай әйеліңізге көмектеспейсіз бе дейді. Көмектесем, бірақ енді тамақ істемейміз демеймін ба? Сөйтсем, кейін енді ол сұхбат емес, сұхбаттың соңынан беретін пікірлер бар емес па, ютубтағы. Сол қызық негізі. Соның ішінде мынандай бір комментарий оқып қалдым да, өлгенше күлдік бірақ. Сөйтсе жазып қойыпты біреу, мына бір өзінше оқымысты, ақылды болып отырған адамды қарашы дейді да, жаңағы. Сіз дейді? Мен жазып жатыр. Сөйтіп өзінше елге ақыл айтып, бұның өмірі рахат. Ана әйелінің өмірін қара, тотық ұстап, торға түскен тотық ұстай болып байқұс. Ол оқымайды, қыдырмайды, ізденбейді. Бұның жағдайын жасап, бар тамағын істеп, үйінде отыр. Оның үй емес, ол түрме байғұс. Ана жерде айттым ғой, мен Сарыағаштың жігітімін деп. Мен де оңтүстіктің адамы, мен білемін оңтүстіктің еркегі қандай екен. Бұл абьюзер деп жазып қойды ана жерде. Тиран деп. Тиран демеймін, бірақ абьюзер деген. Соны кейін енді әйеліміз екеуміз оқыватырмыз, оны оқығандардың бәрі маған жіберіп жатыр жекеме. Ағай, сізді, әсіресе шәкірттерім жаңағы, ағай, сізді қалайша ол абьюзер дейді. Оңбаған үйтіп айтпау керек қой, сіз абьюзер емес, сіз көңіліңізге алмаңыз деп қояды жаңағы, көңілім демдеп отқан. Енді осыны түсіндіре кетейін. Мысалға басқа жағдай болса әсер етуі мүмкін еді. Бірақ енді біз философия оқып жатқан екен, адам тану ілімін оқып жатқан екен, құндылықтарды балаларға насихаттап жатқан екен, ол сөз не үшін олай айтылатынын өте жақсы білеміз. Ол неге олай деген кезде, кез келген адамды танудың, білудің өзі екі түрі болады. Біріншісі, адамдардың ақпарат дерек алған кезде, білген кезде, ол туралы білемін деп қана айтасың. Мысалға, Селбек туралы ана жерде бір-екі ақпарат айтылды. Оңтүстіктің тамақ істемейтін, үйінде әйелі бар, бала шағасын ол бағып отыр, жұмыс істемейді, ал Селбек жұмыс істейді деген сияқты қоғамның арасында. Соған қарай тұрады, Селбек абьюзер деп айтады. Яғни Селбек туралы біліп тұр. Бірақ ал адамды нағыз өзін шынайы білемін деп айтатын болсаң, мен оны білемін, болмысын білемін, өзім білемін дейтін болсаң, сен онымен етене жақын араласып, жақын тураласып, дастархандас болып, адамды білген кезде сапарлас бол деген, сапарлас болып, ұзақ бірге қарым-қатынас жасағаннан кейін барып, оны білемін, онымен бірге талай өмір сүрді, құраластық, қарым-қатынас жасадық деп сосын барып айтылады негізі. Сонда ол туралы білуменен
білудің айырмашылығы жерге де көкте. Сонда мына философтардың айтатыны негізі адамдар бір нәрсе білген кезде туралы ғана біледі, ал оның өзін білу өте қиын деп айтады. Сондықтан да бұны не үшін айтып жатырмын дегенде, мына коллектив болсын, ағайын туыс болсын, дос жаран болсын, барлығы шын мәнісінде негізі бір-бірі туралы ғана біледі, бір-бірін білмейді. Проблема, мәселе осы жерден басталады. Бұны не үшін айтып жатырмын деген, мына the forbidden experience деген мәселе осы. Мысалы, маған лагерьге балалар келген кезде 16, 17, 15 жастағы ұлдарды, қыздарды алып келеді ғой. Сонда жақында ғана мен бір ата-анамен таныс болдым. Мен Түркияда жүрген кезде звондап қоймады. Қашан жолығамыз, мен қызыммен сөйлесіңізші, мен қызымды реттеп беріңізші деп. Не мәселе болып қалды дегенде, қызын мен таң қалдым, мен бірақ ондай бұрын көрмеп едім. Телефонға кіріп кеткен соншалықты, ол телефонға кіріп кетіп сабақ оқымай қоятын қыздар, балдар болушы еді. Сабаққа бармай қоятын адамды көрген емеспін. Кәдімгі буквально мектепке бармай қояды. Жоқ, мектепке бармайды. Ешкім алып бара алмайды. Тыңдамай ма? Тыңдамайды, үйде жата береді болды. Қанша жаста? 15 жастағы қыз ғой, 14 жастағы қыз. 8 оқиды ау деймін, 14-тегілер. 13-тен 14-ке. Бұрын барған ба? Күніге барып жүр ғой мектепке. Бірақ соңғы кездегі жаңа ауру асқынып кеткені соншалықты кәдімгі мектепке бармай қояды. Информационный ауру бұл. Сондай десе де болады, иә. Сонда әкесі айтып отыр ғой, жаңағыдай шешесі айтып отыр, танымай қалдық депті. Енді сұрақты былай қоюға болады да. Қалайша өзің ішіңнен шыққан, өзің туып, өзің тәрбиелеп өсірген баланы сен өзің танымай отырсың. Сонда бұған дейін білмеп пе едің, өзің танымап пе едің? Сонда бала туралы біледі ата-ана, бірақ баланың өзін білмейді. Білмейді. Сонда осы әңгімені содан бастайды. Роджер Шаттак деген ғалым неден бастайды деген кезде, қазіргі ата-ана бар емес па дейді. Ол 1980 жылы жазып жатыр. Өз кез келген мамандықты 4 жыл бойы оқып үйренеді дейді. Кем дегенде 4 жыл оқып үйренеді. Сонда ата-ана деген мамандықты бар емес па дейді. Ешкім оқытпайды оны дейді. Бірақ негізі бұның да ілімі болу керек еді. Ата-ана болудың да мамандығы, білімі болу керек. Сөйтіп бүкіл ата-аналардың енді оның оқу болмағаннан кейін, оны үйретілмегеннен кейін, ол тарихи сабақтастық болып, ата-әжелерден былай сабақтасып келмегеннен кейін бар проблема қайдан шықты деген кезде, қазіргі ата-ана баласын тәрбиелеген кезде нені үйрету керек, нені оқыту керек, немесе неден тыйым салу керек, қалай үйрету керек, қалай тәрбиелеу керек деген сұрақтарға басы қатып отырады. Үнемі дейді. Ал бұрын неге ондай проблема болмады деген кезде, ол тарихи сабақтастық болатын. Ата-әжелерден бір-біріне үйретіп келе жатқан. Кейін бұл сабақтастардың бәрі үзіліп қалады да, өйткені ата-енесі бөлек тұру басталады ғой. Бөлек тұрған күннің өзінде де, бірге тұрған күнді деген өзінде де оны үйрететін үлкен кісілер жоқанан қалай оқыту керек, қалай тәрбиелеу керек. Совет одағының өзі де үзді ғой біраз. Үзілді ғой. Құндылықтардан ажырап қалу деген мағына ғой. Соны ажырап қалғаннан кейін бар проблема осы жерде. Сонда жаңағы 14 жасар қыз бар емес па? Соны енді бар мәселе қайдан болды деген кезде, оны атасынан болып отыр. Енді атасы қатты еркелетіп, жаңағыдай қақпайлап, тиіспеңдер, үйтпеңдер, жатсын, менің қызым жатпағанда кім жатады, менің қызым ойнамағанда кім ойнайды деп еркелете берген, ақырында атасында, апасында, әкесінде, шешесінде ешкім тыңдамайтын біреу айналып қалған ана. Сөз өтпейді анаған ешкімнен. Былай көрдіңіз бе көзбен? Көрдім, үйінде қонақ болды. Сізге бұрылып қарады ма? Бұрылып қарады. Өте ақжүрек жақсы қыз. Тамаша, мен жүзінен байқаймын ғой, әңгімесінен байқаймыз. Мәселе ода емес. Мәселе бұл бала тәрбиеленіп өскен кезде қалай тәрбиелену керек, болмысы қалай қалыптасу керек, қалай тұру керек деген нәрсені. Мен мына тақырыпқа түспей тұрып бір нәрсе айтқым келеді осы жерде. Мына өзі бұл жерде уақыт деген фактор бар. Уақыт фактор деген адам оқып келе жатыр, өсіп келе жатыр ғой. Уақытты игеру керек. Барлық қазір енді тайм менеджмент деген бір курстар шықты, анау шықты, мынау шықты үйретіп жатыр ғой. Бірақ оның философиясы болмағандықтан бәрі сұйық ол. Жаңағыдай ар жағындағы мәнін, философиясын білмесе бәрі игере алмайды. Соны енді біз кейін өзін экзистенциализм деген философияны оқып жатқан кезде сол жерде үйретіп жатыр. Негізі уақыттың екі түрі болады. Біріншісі календарный уақыт дейді. Календарный уақыт деген ол Аристотель бірінші бастады дейді. Мына жылды айға бөлейік, айды күнге бөлейік, күнді сағатқа бөлейік, сағатты неге бөлейік, сөйтіп реттейік жыл мезгілдерін. Соны шаруашылықты игерейік, егінді игерейік деп соны бөліп еді календарный. Бәрі орнына келіп түсе қалды дейді. Уақытылы егін егіп, уақытылы орып, уақытылы той жасап, уақытылы ұйықтап, уақытылы тұрып деген сияқты бәрі реттеді. Енді бірақ
календарный уақыттан бөлек тағы бір уақыт бар еді. Ол неге дегенде, ол логостық уақыт дейді. Яғни уақыттың мәні деген бар дейді. Уақыттың мәні деген не ол дейді? Адамның санасы бір уақытта екі нәрсені тұтас алу керек. Мысалыға, бүгін біз 15 ақпан сағат 11-де осы жерде подкаст түсіреміз деп кестік, алдын ала миымызға тапсырма бердік. Календарный уақыт. Сол кешікпеуге келіп отырмыз. Енді осы жерде екінші нәрсе бар, уақыттың мәні деген бар. Яғни мен өмірім, осы сұхбатым өткен өміріме де болашаққа да бәріне тұтас байланысып тұру керек, мәні. Яғни уақытты тұтас алады. Бұл не үшін айтып отырмын деген кезде, адамдар осы уақыттың мәнін игере алмаған кезде, немесе уақыттың мәнін қабылдай алмаған кезде, календарный уақыттардың тұтқынына айналып қалады дейді. Яғни кәдімгі робот сияқты болып қалады дейді. Оны қалай түсінеміз деген кезде, уақытты үшке бөледі ғой. Уақытты үшке бөлген кезде кешегі, бүгіні, ертеңі деген сияқты. Сондай үш шақтың бір тұтқынына айналады дейді. Мысалы, кейбір адамдар өткен шақтың тұтқынына айналып қалады. Өткен шақтың шұңқырына түсіп қалады. Оны қалай түсінеміз? Мысалыға, өткен шақтың шұңқырына түсіп қалған адамдар көбінесе мынандай консерватор болып кетеді. Әсіре консерватор. Ол не деген сөз дегенде, тек жақсылықты, игілік барлығы өткен шақта болып кетіп, керісінше қазір бәрі бұзылып қирап жатқан сияқты. Бұрын жақсы еді деп. Баяғы біздің кез андай еді, баяғы біздің кез керемет еді, баяғы бізде бәрі андай еді, мындай еді. Бұрын адамдар жақсы еді. Қазір адамдар азып бара жатыр, тозып бара жатыр, қазір адамдар бұзылып бара жатыр. Қазіргі шақтан ешқандай нығмет, рахат, бір мән көре алмайды, бір жақсылық көре алмайды. Бұл ауру ма сонда? Аурудың ауруы ғой енді, бұл өткен шағымен тек отыра беретін. Мысалыға, дос-жаран, сыныптастармен бас қосқан кезде сен қазіргі өмірі туралы біліп, бала-шағасын қалай өсіріп жатыр, болашақта қалай жоспар құрып жатыр, әңгімелескің келеді. Бірақ бәріміз өткен шақтың тұтқыны болып қалғанын содан білеміз. Тек мектептің кезіндегі бір өмірді қайталап айта береді. Біздің баяғыда білесің бе, кластастар? Әлі бар ғой. Болмаса мына армияға барып келгендер отырып алады. Бір жиналса басқа әңгіме жоқ қой. Басқа әңгіме жоқ. Мыжи береді, адам жалықтырып жібереді. Болмаса жаңағы үлкендерден таяқ жегені, болмаса анау класста қашқаны, бір сарын бар өзі, жиі қайталанады. Еске алу бір бөлек. Сағынышымен еске алу деген. Енді айтылып біткен екен тағы да қайталап айта беру деген енді ол аурудың түрі. Бар, мен өз өмірімде бар. Мысалға, соны проблема бұл енді. Сосын мына үлкендерден көп болады жаңағыдай. Қазіргінің жақсылығын, қазіргінің бір мағыналығын көре алмайды да, жастардан әсіресе өткен шағында айта беріп, сендер деген андайсыңдар, бізде бүйтуші едік деп отырады. Бездіріп жібереді былайша айтқанда адамдардың бәрін. Қасына ешкім жолай алмай қалады. Өткенге өкінетін адамдар. Сосын енді екінші бір нәрсе бар. Өткен шақтың тұтқынына түскеннің екінші бір түрі, типтері бар. Ол қандай деген кезде невротиктер. Невротиктер деп отырғаны қазіргі өміріндегі сәтсіздіктер бар емес па? Сол өткен өмірінен көретіндер. Детский травма бар, андай травма бар, мұндай травма бар, мен деген қазіргі осындай болуым кезінде осындай болғаннан бір студент отыр, жасы 19-да, ана қыз деген шыр-пыр болып жатыр группаласы. Ағай, айтыңызшы, мен шәкіртім ғой, мына группаласым сізден таныстыру үшін айтып отырмын. Мынау бірдеңе болса жаңағыдай әке шешесі кезінде ажырасып кеткен, соны айта береді. Әкесіз өстім, шешесіз өстім, бірдеңе қылып өстім. Сондықтан да мен қолымнан түк келмейді, менен ештеңе күтпей-ақ қой. Меніңше соған қарағанда екеуі жүреді ау деп ойлаймын. Жаңағы қыз жігіт қой. Ана қызын ғырғып жіберген да, ана мезі қылып. Ана невротик ауру былайша айтқанда. Неғып ұйықтап қалдың? Неғып телефонға жауап бермейсің? Неғып ана жауапкершілікті арқаламайсың? Неғып өлеңді арқаламайсың деген талап болмай ма? Сол кезде мен олай болып қалуым менің өзімнен емес. Мен өткен өмірімдегі қателіктер менен сәтсіздіктердің кесірінен болып отыр деп ақтала береді соны. Басқа әңгіме жоқ. Басқа әңгіме жоқ. Сол былайша айтқанда өткен өмірінде көрген қорлықтарын алға шығарады да, жаңағыдай мен ештеңе күтпей-ақ қойыңдар деп өз-өзін ақтап отыра беру. Бұл да бір аурудың түрі, бірақ бұл өткен шақтың тұтқынына түсіп қалғандар. Енді жақсы, өткен шақ емес, осы шақтың тұтқынына түсіп қалғандар болады. Осы шақпен өмір сүретін. Оларда ғылымда бір сәттік тәуелділікке, бір сәттік рахатқа тәуелді болып қалғандар деп айтады. Бір сәттік рахатқа тәуелді болып қалғандар деген сөз, қазіргі іс-әрекетінің болашақтағы салдарын, зиян біле тұра, сол қазіргі іс-әрекетінен айнымайтын адамдар дейді. Мысалы, ол көбінесе тойшыл қауымдар болады. Тойлай беру бар емес пе? Өткен жоқ, келер шағы жоқ, тойлай беретіндер. Немесе темекі шегіп жатыр, арақ ішіп жатыр, болмасам жаңағыдай гонг ұйымдастырып жатыр. Бұның салдары ауыр болатын біліп тұр. Зиян тамақ жеу. Зиян тамақ жеу, уақытты босқа өлтіру, жастардың арасында, оқушылардың арасында сағаттап ойын ойнау, бәрі осы жақтың тұтқынына түсіп қалғандар олар.
яғни бір сәттік ләззатқа тәуелді болып бірақ біледі сен. бірақ саналы түрде біліп тұр ананың зиянын, бірақ оны білсе де осыдан құтыла алмайды. Не үшін дегенде осы жақтың тұтқынына түсіп қалғандар деп айтады оларда. Олардың проблемасы сол, жаңағыдай болашағын нақты мақсат қойып, соған талпынып, алдын ала соған қамдану деген жоқ. Тойшыл ол бір адам ештеңе емес. Бұл бүкіл ұлт, ұлыс, мемлекет осы жақты тұтқынына да айналады. Қоғам оны. Мысалы, Қазақстан президенті жаңағыдай Қазақстан тарихы негізі 91-ден басталады. Мен шекараны бекіттім, Астананы мен құрдым, негізі ел болу менен басталды деп өткен тарихын бәрін жаңағы шетке ысырып еді. Кейінгі ұрпақтың сана сезімінде өткен тарихи тізбек деген ұғым жоқ еді. Алтын ордасы, алаш зиялылары тұлғаларды насихаттап, сонымен өзінің өмірін байланыстыру жоғалып кетіп еді. Не болды ақыр аяғы? Жаппай халық тойшыл болып кетеді. Фейсбукте де, әлеуметтік желіде де сынайды ғой. Мынау шектен шыққан ысырапшылды тойды тоқтату керек, үйту керек, бүйту керек, заңмен тыйым сала алмайсың ешқашан. Мүмкін емес. Не үшін деген кезде бәлем бәрі санадан келіп шығып жатыр. Ол санасын құтқармай, санасын алып шықпай, санасын өзгертпей, уақыттың мәнін игеруді үйретпей, ол мүмкін емес. Ол тойшыл болғаны. Мысалы, сыныптастардың жиналатын болса, достар жиналатын болса, ең бірінші сұрақ несі? Тәк жігіттер бір жебедік пе, бір шашлик алып отырмадық па, бір тойлатпадық па деп. Жаңағы оқуға түссе де тойлайды, шығып кетсе де тойлайды, бір жасында баласында тойлайды. 70-80-дегі кісілер тойлаудың енді жөні бар, ақылға қонымды, қаншама ұрпақ өсірді, өткен өмірі бар, тойлау кезінде айтып, өткен өмірінен бір ғибрат алуға болады. Бір жастағы баланы той немесіне тойлайсың? Тілек айтқанда не деп тілек айтасың оған? Қандай ерлік істерін айтып бір еске алып, адамды шаттанады, шабыттанады. Өте түсініксіз ғой. Осының бәрі қайдан шықты деген кезде осы жақтың тұтқыны болып қалғандар дейді. Сонан енді келе жақтың шұңқырына барып топ етіп түсе қалғандар бар. Олар кімдер деген кезде, олар көбінесе негізі оқыған, тоқыған, ақылды адамдар болып кетеді де, жалпы. Және ана екеуіне қарағанда қоғамда ол дәріп келеді кәдімгідей. Қарашы мына деп балаларына үлгі қылады. Қарашы мына болашағын ойлайтын, болашаққа талпынып жатыр, жоспар құрып жатыр, алдын ала соған қамданып жатыр. Бұл да бірақ қауіпті. Өткен шағын жоққа шығаратын, тарихына қызықпайтын, мәдениетіне қызықпайтын адамдардың бір проблемасы бар. Құндылықсыз адамдар. Иә, ол қалай деген кезде, бұл тағдыр деген, өмір деген сондай нәрсе, ешқашан сенің қалауыңменен, сенің жоспарыңмен, сен сызып қойған нелермен жүріп отырмайды. Себебі тағдырдың көлденең келетін неше түрлі соққылары бар. Күтпеген жерден тағдырың әртүрлі қарап құбылып кетеді. Себебі сенің жеке өзінің өмірің өзіңе ғана тәуелді емес. Ол қоғам, мемлекеттің саясаты, бағыт бағдар бәрі сенің жеке өміріңе әсер етеді. Мысалға, Украинада жағдай, бүкіл 50 миллион халқы бір ғана Ресей президентінің амбициясына байланып қалды бүкіл тағдыры. Жаңағыдай баяғы совет үкіметінің басын құрайын деген бір қате, ақылға қонымсыз бір түсінігінің кесірінен ол тек Украина халқы емес, 100 миллион, 130 миллион Ресей халқы бар, ол Қазақстан бар, бүкіл әлем соған байланып қалды тағдыр. Бір соғыстың кесірінен қаншама экономика күйреп, бидай не ол Африкадағы айдалада халық бидай жетпей, ұн жетпей, аштан қырылып өліп. Оларға да әсер етіп жатыр. Әсер етіп жатыр, бір ғана адам. Соны айтып жатыр, сен болашақты тек болашақпен байлай алмайсың өміріңді дейді. Неге деген кезде ол сен күткендей болашақ бола бермейді, ол әртүрлі көлденең келетін неше түрлі кесір, кесапат, соққы нәрселер бар. Сен соған дайын тұру керексің дейді. Бұдан шығатын қорытынды, не үшін бүйтіп айтып отырмын деген кезде, мына адамның санасы бұл жануар емес. Жаңағыдай жануардың несі санасы қалай деген кезде, оларда өткен шақ, осы шақ деген ұғым жоқ. Оларда тек жаңағы сол сәт деген ұғым бар. Мысалға, қой қателеспесем 15 минут қана ма, 20 минут қана ма санасында сақтай алады деген өмірін, жаңағы оқиғаларын. Ит оларға қарағанда сәл ақылды, жарты сағат. Жарты сағаттан кейін ұмытып қалады өткен шағын ол. Иттікі жарты сағат дейсіз. Алысқа бармай-ақ, анау жираф, зебра, бір анау бұғылар не су ішіп отырған кезде, көлге барған кезде крокодил бүйтеп астынан келеді, біреуін алқымнан жығып жейді ғой. Сол жерде крокодил бар екен, жыртқыш бар екен, көрді ғой соны. 15 минут, жарты сағаттан кейін ұмытып қалады ол, қайтып айналып су ішеді. Тіпті 5 минуттан кейін ұмытып қалады, қайтып су ішеді. Ана менің алдымда анау бауырымды, немді, баламды жаңа жұлып жеп қойды анау. Қазір мен жақындасам мені де жеп қояды деген ұғым жоқ та, қайтып барып су іше береді ол жерде. Өйткені онда ұғым жоқ, онда сана жоқ. Ал не үшін адамда календарный уақытты игеретін сана бар деген сөз, яғни оның мәнінде игеретін сана бар деген сөз. Осы мәнін игеруді үйренбесе,
мәнін ала алмайтын болса болды, онда бұл проблемадан көз ашпайды. Мысалға араққа салып ішіп жатыр, әке шешесі, бауыры, әйел бала шағасы түсінбейді, не болды саған, не үшін, не көрдің саған, қойсай мынаны, қоя алмайды, не үшін, сана сезімде проблема бар. Бір уақыттың бір шұңқырына байланып отыр деген сөз. Уақыттың мәнін ала алмайды. Осының бәрін білгеннен кейін мына The Forbidden Experiment деген кітап сол үшін жазылған. Мына қай жылы жазылған? Бұл негізі өзі 1980 жылы жазылған, бірақ оқиға 1800 жыл болып отыр. Бұл француз революциясынан кейін Наполеон Бонапарттың заманында болып отыр бұл оқиға. Бұл өте қызық. Айта берейін бе? Айта беріңіз. Бұл өзі оқиға былай болады. Түсінікті болу үшін оқиғасын айта салайын. 1800 жылы бір сол Айвероннан бір жабайы бала табылады, өзі бір орманнан ба? Орманнан болған орманнан ұстап болмайды. Бұл бір ұсталардың жаңағыдай ұстаханасына кіріп кетіп, соның шоғына картошканы тастап, соны пісіріп, жеп пісіргенде пісіріп емес, соны тастап қояды да, ыстық күйінде алып жеп жүріп, сөйтіп күнелтіп жүрген ғой бұл. Бірақ адамдар бұрын оны көрген, талай рет. Көңіл бөлмейді. Оны ешкімге зияны жоқ, жабайы болғанда енді түрі адамда, бірақ қимылы іс-әрекеті жабайы адам сияқты. Үсті алба-жұлба, киімдері тоз-тоз болып кеткен. Соны жүрген кейін бұны ұстап алады біреуі. Сөйтті, бұрын ұстап жіберіп отыра берген, бірақ кейін заман өзгеріп кетті де, әр адамның правасы бар, әр адамның құқығы бар дегеннен кейін оны ұстап алып енді үкіметке өткізу керек, тіркеу керек, бұның әке шешесі кім іздеу керек деген сияқты. Соны бұны ұсталған кезде шулайды ғой, гу әңгіме, жаңағы өзбекше айтқанда мәхәлләда дүдүгәп дегенде дүдүгәп болады ғой, жаңағы ойбай бір жабайы бала. Қазіргідей интернеттің заманы емес, ол кездегі ауыл деген мыңдаған адамнан тұратын ауыл емес, ары барса 50-100 шақты үй, сосын алыс тұрады. Бір ауданның орталығы алшақ, ол айына жылына бір көрсе көлді, көрмесе о да жоқ, сондай заман ғой енді. Сондай кезде әңгіме тарайды, гу әңгіме. Ойбай бір жабайы бала тауып алдық, ол деген бір аюда екен дейді, жаңағы жүні үсті басын жүн басып кеткен, жаңағы өте қауіпті екен дейді, денелі екен дейді. Екінші адам отыр дейді, жаңағы мен білемін ғой, сен өтірік соқпаса, мен көрдім ғой өз көзіммен. Қандай екен ол дейді, ол тиін сияқты ма, маймыл сияқты ма, ағаштан ағашқа өрме деген кезде, Маугли, Тарзандар сияқты ытқып жүгірген кезде көз ілеспейді деп айтты дейді. Үшінші тұрды, сен де түк білмейсің, мен білемін оны деп айтты. Сен ол керісінше ол үйректей, ол балықтай, ол жүзген кезде сұмды ғой, ана суда жүзгенін көрдік, ол қашқан кезде ұстатып кетті, ана көшке өзенге батып деп айтты дейді. Соны әңгіме тарайды ғой енді. Кейін бірақ уже заман өзгерді, енді ондай әңгіме өтпейді, оны тіркеу керек, ұстау керек, кім екенін білу керек. Соның бірінші оны Бонатаре деген өзі ботаник, зоолог, өзі Парижде үлкен ғалым, кейін революция болып кетіп, ол ауданға қашып кетіп, ана жақта неше түрлі революция болып жатыр, бірінің етін бірі жеп өлтіріп жатыр, ана жақта өліп кетпейін деп, бұл ауданға келіп, сол жерде ауданның бір жергілікті басшысы болып отыр өзі, әрі діни қызметкер, өте сауатты. Соны тұрады да, қайда сол айтып отырған жаңағы біреуің аю дедіңдер, біреуің тиін дедіңдер, біреуің балық дедіңдер, мен көрейінші дейді, соны жүр көрсетеміз, бұны етіп апарады. Соны жаңағы бір үйге барып қамап қойған, ұстап қойған. Барса дейді, жасы бір 12-13 шамасында, бойы 125 сантиметр, өзі денесі, терісі аппақ, жүзі дөңгелек, мұрны бірақ сүйрілді, не қылған, бірақ өте сүйкімді, тартымды, күлсе бір жағымды бір бала отыр дейді ана жерде. Жас бала екен? Жас бала екен. Бірақ андай адамдардан шошып, жаңағыдай бір бұрышқа тығылып, қорқып, үрейленіп тұр. Сонымен бұл ғалым ғой, бірден бақылайды. Соны тұрады да, бұл жаңағыдай адамдар әртүрлі сөйлеп жатыр. Жаңағы біреу дауыс көтеріп сөйлеп жатыр, біреу сыбырлап сөйлеп жатыр. Соны баланы бақылап отыр, ана адамдардың дыбысына, сөзіне, әңгімесіне қандай реакция танытады. Бейне бір айналасында адам жоқ, бір жабайы аңдар сияқты, ешкімді естіп жатқан жоқ сияқты реакция танытып отырады, әсер танытып отырады. Соны қарайды, мынау меніңше құлақ естімейді-ау деп ойлайды бұл. Сөйтті, құлақ естімей ме, естімей ме, көрейік дейді. Соны тұрады, қашындар, комиссар келді, болды, жаңағы басшы келді, мынау ұстайды, жаңағыдай қасында жандармдар бар, ұстады да, қолын байлап үйіне алып кетті дейді. Соны үйіне алып кетеді, өзі қарайды, өзі бағады. Сонда қарап бағып жатқан кезде, үйіне бірінші апарған кезде, бұл ғалым ғой, күнделікті несін жазып отырады да, былай алып келдім, ол былай жүрді, үйге келген кезде мынандай нәрсе бердім. Бұл детальдер өте маңызды, себебі ана баланы ашады табиғатын. Сөйтіп алдына жаңағы нені қояды, тамақ қояды, шикі ет, қараңызшы, піскен ет, әдейі қалай таңдайды екен көріп жатыр. Сосын көкөністің түр-түрін қояды, алма, апельсин,
шабдалы, өрік, сосын сәбіз, пияз деген сияқты, қайсысын алады екен, картоп деген сияқты қойып қояды. Сосын ақ ұннан жасалғаннан, қара ұннан жасалғаннан бүйтіп қарап отырады. Соны тұрады да бірден ойланбастан барды да картопты алды да анау пешкедегі отқа шоққа тастады дейді. Сөйтті да пешкедегі шоққа тастады да көп күткен жоқ, алды да қолда күймейді екен бәлен дейді, алып алады да жаңағыда ашымай жеп жатыр дейді. Ыстық күйінде ей тамағың кет, өңешің кет дегенше болған жоқ, жібеді. Енді ыстық өткен кезде соған қарағанда күйдірсе керек анан дейді, бір шиық деген ба, бір түсініксіз бір дыбыс шығарады дейді ананы жеген сайын ананы. Бірақ бұрын жеп үйреніп қалған ау дейді, соған бір кәдімгі жеп жатқан сияқты. Деп жан жағына қарады да барды да ағынан да алып жеп еді дейді. Тфу деп түкіріп тастады дейді. Соған қарағанда бұның дәм сезуші рецепторлары дұрыс дамымаған, біз сияқты емес екен дейді ананы. Соны ыстық картошканы жеп алған, тамағын күйдіріп бара жатыр, өзі шөлдеп бара жатыр, соның жан жағына қарап су іздеді дейді. Соны анандай жерде құмыра тұр еді, жүгіріп барды да құмыраға тақылдады дейді. Мынаның ішінде су қайда, су әкеліп бермей маған деп. Соны түсініп қойдым дейді, мына су іздеп жатқанын. Соны жүгіріп әкеліп су беріп едім, суды рахаттанып ішіп алды. Одан кейін шарап бердім дейді. Шарапты ішіп еді, түкіріп тастады дейді ананы. Басқаны бердім, әртүрлі нәрсені, тәтті шәрбат бердім. Ешқайсысын ішпеді, тек суды рахаттанып ішті дейді. Сол кезде барып түсіндім, адамның дәм сезуші рецепторлары туғаннан бірдей болғанмен де, бірақ оның қалыптасу деген нәрсесі бар. Сол қалыптасу әртүрлі болады. Содан не керек, енді бұл жерде ең қызық детальдары мынау. Сөйтті, бұны ақыл есі кем, идиот деген, яғни диагноз қояды. Бұл кәдімгі ақыл есі кем бала деп диагноз қояды. Соны сұрайды, не үшін сен онда диагноз қойдың деп. Қараңыз, өте мән беретін нәрсе. Бұл баланы мынандай қараңыз, 5 сезім мүшесі бар емес па? Ол ғылымда perception деген нәрсе бар. Perception деген восприятие, яғни қабылдау деген сөз. Дүниені қалай қабылдап жатыр. Мысалыға сіз бір адамды көрдіңіз, оған қатысты бір қызық анекдот айтып берейін ба? Сол кезде түсінікті болады perception деген не екен. Баяғыда дейді, аяқ киім шығаратын Adidas, Nike, Puma емес, қандай еді? Puma. Сондай компаниялар дейді, жаңағы нарықты игеріп, бір-бірімен таласып бара жатыр дейді. Соның бір күні Nike-тың жаңағы президенті басшысы тұрды, бүкіл кеңесшілерін жинап, ал енді нарықты игерейік, Европаны жаулап біттік, Американы жаулап біттік, не қалды? Африка қалды. Соны тұрды, біреуін жіберейік, барып Африканы зерттеп келсін, ол жаққа завод соғып аяқ киім шығаруға бола ма, болмай ма, білейік деп айтты дейді. Соның біреуі кетті дейді, ең тәжірибелісі. Соны бір ай жүріп қайтып келді да, бастығын айтты дейді, ол жаққа завод соғып аяқ киім шығарудың қажеті жоқ, банкрот боламыз деп айтты. Не деді, мен бір ай жүрдім арасында, біреу аяқ киім кимейді, бәрі жалаң аяқ жүреді, ол шығаруға не пайда? Ешкім алмайды, құр босқа банкрот боламыз деп айтты. Дұрыс болды, не білгенің жақсы, құрысын, басқасы бар, банкрот болса бола берсін, біз оған бармайық деп айтты дейді. Артынша жаңағы Адидастікі ма біреу жіберді дейді, жаңағы екінші аяқ киім, ең тәжірибелісін, мықтысын, жаңағы сарапшысын жіберді дейді. Бір апта өтпей жатып жүгіріп жетіп кетті дейді, жаңағы ұшып қайтып келіп, ойбай Басеке, шұғыл шешім қабылдаңыз, ақша бөліңіз деп айтты дейді. Не болды деп еді, мен бір апта көрдім, біреуінде аяқ киім жоқ, біз барып аяқ киім сататын болсақ ақшаға батамыз, бәрі аяқ киім, біздің аяқ киім сатылады, аяқ киім жоқ ол жерде деп айтты. Нарық бос деп айтты. Бір оқиға аяқ киім жоқ, екі түрлі көзқарас. Осын perception дейді, жаңағыдай бір затты, бір оқиғаны қараған кезде адам әртүрлі қабылдай береді негізі. Соны айтайын дегенім, жаңағы мына баланың восприятиесі қалай, қабылдауы. Бұл өзі бізді қалай қабылдап тұр, біз туралы қалай толғанып тұр, соны білу керек. Соның ішінде ең маңызды нәрсе бұл жазылсын? Жоқ, айта беріңіз, мен тыңдап отырмын, жазып отырмын бірақ. Сол ең маңызды нәрсе олан бұл жерде. 5 сезім мүшесі бар емес па? Осы 5 сезім мүшесі деген өте маңызды болып салынады негізі. Бұны не үшін айтып отырмын деген кезде, мысалға біз баламыздың интеллектуал болған қалаймыз, білімді болған қалаймыз. Дана болған. Енді жалпы білімді болған қалаймыз, интеллектуал. Соны мен кезінде осы баланы оқытып жүрген кезде, енді ағылшын тілін үйретіп жүрдім ғой. Сол кезде бала осы ағылшынның қайтсе жақсы меңгереді, қайтсе осыны игереді, қайтсе бұл интеллектуал болады, қайтсе бұл ойшыл болады деп зерттемеймін ба? Сол кезде бір нәрсені байқап қалғам. Кейін бір еңбектерді, ғылыми еңбектерді оқып жатсам, айтады сол кезде ғалымдар айтып жатыр бұл жерде. Интеллект пен соматиканы бөліп жаруға болмайды. Интеллект жаңағы адамның 5 сезім мүшесі интеллектісіне тікелей қатысты нәрсе. Мысалыға ол
баламыз биологияны оқып жатыр, бүкіл құстарды жаттап алып жатыр, бірақ құлағына бірде бір құстың дыбысы бармайды. Өсімдіктердің бәрін, ағаштардың жаңағы мәліметіне жаттап жатыр кәдімгі, бірақ ол байқұстардың мұрнына гүлдің иісі бармайды. Сондықтан да оны дұрыс тани алмайды. Соның үшін дұрыс тану үшін бір затты бес сезім мүшесімен толық ақпарат алған кезде ғана сен сол туралы білесің. Бағана айттым ғой, ол туралы білуменен оны білудің айырмашылығы жер мен көкте. Сол оны білу үшін сен бес сезім мүшеңді іске қосылыпсың. Толық ақыл, ойың, бес сезім мүшең барлығы, дәм сезу, иіс сезу, есту, көру бәрі қалыпты болу керек. Сөйтіп енді бұны восприятиясы, персепшені қалай деген кезде кім жаңағы Бонатер деген ғалым қарап отырады да мынандай жаңағы қорытындысын жазады, анализін жазады. Мына бала не үшін мен ақыл есі кем деп айтып жатырмын дейді да. Себебі көзінен бастаймыз дейді. Көзін қара дейді, қабылдау, көру дейді. Бір затқа ешқашан тұрақты қарай алмайды дейді. Бір затқа қарап, ойланып, толғанып, адамның адамдығы сол жерде көрінеді. Жаңа аққан суға, жанған отқа, қызарып атқан күнге, арайлап атқан таңға, мамық бұлтқа, жаңа жымыңдаған жұлдызға, кез келген жаңа қыбырлаған, жыбырлаған затқа, жаңа үрген итке, неге үреді, үйтеді, бүйтеді деп адам ойланып, объектке көңіл бөледі, назар аударады, зейін қояды, зейін салады. Ал мына балада көзімен қараған кезде бір нәрсеге тұрақты қарай алмайды. Яғни бір объектті ала алмайды назарын. Жылдыңдағы. Екінші қандай мәселе дегенде, оның құлағында проблема бар дейді. Біз сияқты естіп отырмайды екен дейді. Мына сөйлеген кезде, сөйлеп отқан кезде, мына мен сөйлеп отырмын ғой дейді. Мына адамның дейді, ол бір анық айтылған сөзді түсіну былай тұрсын дейді. Астарлап сөйлеген сөздің мәнінде түсінетін қабілетке ие ғой бұл адам. Мысалға жаңа қызым саған айтам, келім сен тыңда деген сияқты, сен астарлап сөйлейсің. Баяғы би-шешендердің барлығы астарлап сөйлейтін болған. Соны тіпті сен мына жақта отырсың, ана жақта екі досың сөйлесіп жатыр, сен солардың әңгімесіне қарап, мыналар мен туралы айтып жатыр деп, сен өзің туралы айтпаса да, сен біліп отырасың ана мәніне қарап. Енді осыншама терең қабілетке, осыншама үлкен дарынға ие болса да адам, мына авейрондық жаңағы жабайы балада, ол жаңағы астарлы сөздің мәнін түсіну былай тұрсын, жай әшейін өзіне қаратылға айтылған сөздің мәнін түсінбейді. Жаңа сөзге реакция білдірмейді. Адамның тоны жаңағыдай дауыс көтеріп сөйлеуі, ашуланып сөйлеп тұр ма, мейірім махаббат қойып сөйлеп тұр ма, жақсы көріп сөйлеп тұр ма, ананы қабылдай алмайды. Маған мына жаны ашып тұр, мені жақсы көріп айтып тұр, мына жек көрген екен мені айтып тұр деп адам қабылдайды ғой. Мынада оның бірі жоқ. Тур әлгі жаңағы 14 жасар қызға керек. Сонда шешесі, әкесі шырылдап жатыр, атасы, әжесі. Мыналар мен үшін шырылдап жатыр. Не үшін шырылдап жатыр? Менің жүрісім не? Мен неғып жатырмын сотқыш құлап? Мен неғып ұйықтап жатырмын? Міне, жаңа Роджер Шаттак айтпақшы, орманнан жабайы баланы таудың қажеті жоқ. Үйіңде бір жабайы бала өсіп келе жатыр деп айтып жатқан себебі, анау құлағы дұрыс жұмыс жасамайды. Яғни құлағы естіп тұр, дыбысты жақсы естиді, мәнін ұға алмайды. Қиын екен. Сезімдері жоқ деген сөз ғой. Сосын үшінші қандай проблемасы бар деген кезде, бұның сезімдер бар емес па? Адам қайғырған кезде, шаттанған кезде, үміттенесің, күйзелесің, осы сезімдердің бәрі адамға ой тудырады. Соны тұрады, бұл Бонатер мынау өзі ойлана ма, ойланбай ма? Мынада өзі ой бар ма, жоқ па? Бұл өзі ойсыз ба, жоқ әлде ойлама? Қандай тіршілік иесі? Соны анықтау керек. Қарап отырады, сөйтіп мына ойсыз дейді. Ой жоқ мүлдем. Адам сияқты ойлана алатын қабілетке ие емес дейді. Қалай білдіңіз деген кезде бір-ақ нәрсесінен білдім дейді. Қандай? Мынада сезім жоқ дейді. Мынада адам сияқты қорқу, адам сияқты қуану, адам сияқты үміт ету, адам сияқты алаңдау деген мүлдем сезім жоқ дейді. Сөйтіп ең соңында бір-ақ нәрсені айтады. Бұны не қызықтыратынын айтайын ба дейді. Екі-ақ нәрсе қызықтырады дейді. Қандай деген кезде бұл үшін екі-ақ интерес бар. Ол біреуі қарны ашса тамақ ішу, тойып, екіншісі ұйықтау, басқа ештеңе де емес дейді. Ішсем ұйықтасам. Болды, екеуі ғана уайым, бар уайым. Соны бұның енді осы екі интересіне қарап адамдармен отношениесін түсінесің дейді. Адамдармен қалай қарым-қатынас жасайды, соған қарап біліп қоясың дейді. Соны мынау бұл енді бұл мектепке орналастырады, бір сол ауданның Родез деген қаланың жаңағы бір орталық бір мектебіне.
сол кезде енді мектепте оқушылар бар, адамдар бар, келіп кетіп жатқан не көп қой енді. Сонда қызық дейді да, адамдар кіріп жатыр, шығып жатыр, ешқайсысына көңіл бөлмейді, ешқайсысына алғысын білдірмейді, ешқайсысына сезімін білдірмейді. Бірақ адамға не қылады дейді. Ол кім деген кезде өзін бағып қағып жатқан бір бағбан бар еді дейді. Сол мектептің бағбаны, қарт кісі, Клэр деген кісі. Сол Клэр келген кезде ана жүзі жайнап, көзі шатынап, бұлар бүйтіп кәдімгі түрінен бүлініп орнынан тұрып, таза жануар мынау дейді ғой. Иесі келгенде иә, мына итің бар емес пе дейді. Иә, ана күніге тамақ беріп жүрген итің бар емес пе дейді. Сол итке тамақ берген кезде, сол тамақ беретін иесі шыққан кезде құйрығын көтеріп алып бүйтіп жаңағы ойнашықтап бүйтіп кетеді ғой, жаңағыдай жаңағы қыңсылап дыбысы да бір ерекше болып. Тура сол сияқты. Немесе ана мал баққан ауылдағы жігіттер жақсы біледі. Күніге жемін беріп, шөбін салып, сөйтіп отырған жаңағы қораның қасынан өтіп бара жатқанда именно сол күніге беретін жеміс суын беретін, шөбін беретін адам өтіп отқан кезде мөңіреп мүйізімен бүйтіп сиырлар ана құйрығымен қимылдап шыға келеді ғой. Былай қадам өтсе жата береді ғой, сол күйсеп қойып. Тура жануар дейді да. Ана тамағы келе жатқан білетін адам. Оны мен оқушылардан да өте жақсы білемін. Үйіне барамыз. Расында да ішкізіп жегізіп бағып отырған адам жаңағы қалтасына ақша салып, бар балам магазиннен бірдеңе алып жей қой, бар балам жаңағы суши пицца алып жей қой деп тек солысымен бағып қағып отырғандарға келген кезде бүйтіп кәдімгідей оянып отырады, ал былайғы адамдарға көңіл де бөлмейді. Ол мысалы атасы болса әке-шешесіне қарамайды деген сияқты. Иә, мына проблема осы жерде. Содан тұрады бұл ақыл есі кемір, бұны игере алмаймыз дейді. Бірақ бұл енді мемлекет деңгейінде өте атақты болып кетеді бұл жабайы бала. Бұны тіпті Наполеон Бонапарттың інісі Люси Бонапарт деген жаңағы ішкі істер министрлігі соның өзі көңіл бөледі. Ол кейін адамды бақылаушылар институты ол да көңіл бөледі. 60 шақты ғалым назар аударады. Ананы бізге беріңдер, біз зерттейік дейді. Соны бақылау керек дейді. Сөйтіп бұны енді Парижге жібереді. Бұны енді бір шеше, енді Париждің ғалымдары бұны адам қылады деп. Енді ең қызық жерін айтайын, енді бара жатқан кезде. Сонымен бұл Парижбенен Родездің арасы бір 800 шақырым ба, сондай. Сөйтіп оны дайындалады. Енді қазіргідей машина жоқ, күймемен, арбамен бір апталық жол екен анау. Бір апталық жол қонақ үйге тоқтайды ғой әр түні. Сол кезде бұл енді өзінің тамағы ғана бар да бұның. Сол тамағын бермесе, бұлай тамақ жей алмайды. Ақ нанның өзін жей алмай отыр ғой жаңағы. Шәрбат сусындар іше алмай отыр. Сосын арнайы дорба дайындайды. Азық түлік салып алайық бұны деп. Сөйтіп арнайы дорба дайындап, бұған ыңғайлап, соны азық түлік қарап отырып түсініп қойды дейді, жаңа кімге дорба дайындап отқанын. Бүйтіп қутыңдап шыға келді дейді. Сосын дайындап бәрін салып, не қойған екен, ал кеттік, арбаға отыр деп айтты. Сол арбаға отырған екен, столды ұрды дейді жаңағыдай. Соны не болды деп. Столды ұрып қояды дейді. Не ұрбасын? Мына ұрып қояды. Түсінбей тұрмыз дейді. Не отырған орындығын, жаңағы қасындағы орындығын ұрып жатыр деп. Сесе дейді, ана дорбаны саусағымен шұқып көрсетеді. Ананы мына жерге қой дейді. Ана дорба менің қасымда тұрсын дейді. Көңілі тоқ тұру керек та, ана жейтін заты. Айуан ғой таза жануарға. Сөйтіп аналар күліп жүреді екеуі. Жаңағы күтуші екеуі, Бонатер ғалым екеуі. Сен қарашы анам дейді да, анам бәле дейді. Оны қазіргі балалардан да көруге болады. Бір жерге алып барайын десең шықпайды, не қылмайды, сол қалтасына жаңағы ақшасын, кәмпиттің несін салсаң ғана шығады. Садикке жіберетін кезде кішкентай бала әлі ақыл есі толысып қалған балабақшаға жіберу машақат қой бір тұрған. Сол кезде қалтасына, қолына бір тәтті ішіне бірдеңе ұстатып зорға жаңағы алып барасың ғой. Айтпасам бөлсе де болмайды. Мектепке де балалар барғысы келмейді. Жаңағыдай жануарға айналып бара жатыр да, адамның келбеті қалыптаспай бара жатыр. Соны ол ештеңе емес дейді. Соны ана қонақ үйлерге кіретін кезде ана жүгіріп кіріп кетеді деп ойлаймыз ғой дейді. Есіл дерті ана дорбасы дейді да, қалып кеткен жоқ па, қалмады ма деп. Соны дейді, жаңағы дорбаны алып кірсең ғана кіреді дейді, кірмесең дорбасына қарап тұрады дейді. Дорбаны алып кір дейді. Ол біз кіреміз бе, кірмейміз бе, жұмыс жоқ. Дорба кірсін бірінші дорбасына қарап барып кіреді ана қонақ үйге. Соны біз ойладық дейді ғой енді. Бұл байғұс орманнан басқа түк көрмеген. Бұл Францияның жерін білмейді, табиғатын білмейді. Барса таң қалып, ух деп барғанша жаңағы күйменің терезесінен таң қалып баратын шығар деп ше. Сосын анау Европаның бас қаласы Парижді көрген кезде ауыз ашылатын шығар, бұл ауылдан шықпаған бәле қалай деп ойлаған ғой енді. Соны барғанша бір рет болсын терезесін ашқан жоқ дейді ғой, бір қараған жоқ жан-жағына, табиғатына әсерленіп.
сосын Парижде барған кезде біз өзіміз таңғалып жатырмыз дейді, келмегенімізге 1-2 жыл болып қалған. Ух деп, Париж өзгеріп кетті, не деген қалалар, не деген көшелер деп аузымыз ашылып таңырқап қарап жатсақ, таңғалған жоқ дейді. Бұл не үшін айтып отырмын дейді. Себебі адамды етіп отыратын бір тағы қасиеті, адам үнемі таңданып өмір сүреді. Егер таңдану қасиетінен махрұм қалған кезде өзі паңдық басады. Паңдық деген не? Тәкаппарлық, менмендік, кісілік, яғни өзінен басқа ешқандай ғажайып нәрсені көре алмайды. Сонда ауруға айналады. Мынаның проблемасы сол, мынау осыны оқып отырып өзіміз күліп жатырмыз ғой. Баяғыда ауылдан қалаға бірінші рет келіп отырмыз. Алматыны өмір көрмегенбіз. Соны Алматыны қарап, аузымыз ашылып анау не мынау деген кезде алматылық туысқандар айтады ғой, түк көрмеген бәле бейшара, жаңағыдай алақ-жұлақ етіп жан-жағыңа қарап берме, алдыңа қара, саған қарап мынау мен ұялып бара жатырмын, сенің қасында жүріп мен колхоз дейтін болды, совхоз жаңағы Мамбет ауылдан шықпаған деп айтады. Көрсетпе ондай жабайылығыңды деп айтады ғой. Керісінше сол таңырқау, тамсану, ол нағыз адамдықтың белгісі. Лагерьге келген балалардан да байқай, таңырқау деген жоқ. Соткамен бүйтіп кіреді, соткамен бүйтіп шығады. Ол мектепке кетіп бара жатқан балалардан бүйтіп сырттай бір уақыт бөліп мән беріп қараса, кез келген адам байқайды ана балалардың. Біраз балалар жаңағы соткамен кіріп, соткамен айналасында не болып жатыр, қандай оқиға, ешқандай жаз келіп жатыр, қыс келіп жатыр, қыс келіп жатыр, мезгіл түсіп жатыр, мезгіл өзгеріп жатыр, жұмыс жоқ. Бір күніне аумайтын бір сүреңсіз өмір сүріп жатқан сияқты кетіп бара. Мәнсіз маңыз. Жабайы бала болды деген осы. Заманауи жабайы. Осындай бір қызықтары бар соның. Соның негізгі айтып отырған 5 сезім мүшесі бар емес па? Сол восприятие қаулы өте маңызды. Сондықтан да мынау өркениетті елдерде жасанды көлдерді, жасанды парктерді бәрін соғып тастайды. Құрметті қаланың тұрғындары, жаңағы үйлеріңізде тығылып, қабырғаларыңызда отыра бермеңіздер. Сенбі жексенбі күндері жаңағыдай апорт сияқты, мега сияқты ана жерге апарып құр ойнатып қайтара бермеңіздер. Табиғатпен тілдестіріңіздер, табиғатқа алып шығыңыздар. Табиғатты серуендетіңіздер, сана сезімін өсіріңіздер деп қайта шырылдай беретін себебі сол. Сана сезімге табиғаттан қатысы қанша? Жаңа айттым, адамның сана сезім пісіп жетілуі тікелей осы. Енді осы жерде қызық, өте бір жақсы сұрақ, бір жағынан түсінікті болу үшін айтайын. Мына 5 сезім мүшесі деп айтты, көру. Осы көруменен, көзбенен құлаққа қатысты бір қызық нәрсе айтайын. Адамның көруі қалай көреді? Бұл көз қалай қабылдайды деген кезде көздің қызметі тұтасты нәрсені қабылдайды. Яғни мысалға мен өзім қазір осы жерде отырмыз, студияда, түсіретін студияда. Мен студияға қараған кезде мен аны тұтас аламын да, керісінше енді осыны қабылдау үшін бөлшектеймін. Сол жағымда камера тұр, оң жағымда стол тұр, оның ортасында оператор тұр, ана жерде терезе тұр. Мен заттарды бөлшектеймін. Көз солай. Сол бөлшектеп орын кеңістікке орнын қойса, дұрыс қоятын болса, мынаны кеңістікті толық игереді. Егер көз осындай функциясынан айырылып қалатын болса, яғни тұтас қабылдап бөлшектеп орнымен қоймайтын болса, онда мына кеңістікте не болды, не қойды түсінбей қалады. Мысалға балалар бір үйге барған кезде қайда кіріп қайда шыққанын байқамай қалады, тұтас алмайды ғой. Басы жаңағыдай бір точкамен кіреді, сен ана жерде андай кісі отырды көкең, сен сонымен амандаспадың, мына жағында әпкең саған сөйлеп жатты, сен оған мән бермедің, тыңдамадың, сен ана жерде жеңгең жұмыс істеп жатыр еді, сен соны барып қарайласуды, көмектесуді ойламадың, миыңа кіріп шыққан жоқ деп айтып жатады үлкендер. Бөлмедегі болып жатқан оқиғаны тұтас ала алмайды. Көз негізі солай алу керек, егер дұрыс жұмыс жасайтын болса, өзінің функциясын. Ал құлақ қалай алады деген кезде, құлақ керісінше, ол бөлшек нәрселерді тұтастандырады, көзге қарама-қарсы жұмыс жасайды. Себебі оның басы, аяғы деген жоқ құлақта. Құлақта бір сөз айтылды, бір ауыздан бір сөз шықты, құлақ тек соны ғана алады да, қараш, адамның ойы қалай, құлақтан кірген сөз кірген кезде бірден. Мысалға, екеуміз сөйлесіп отырмыз, үшінші адам кіріп кетті ғой, сөйтіп отырды, амандасып отыр дейміз, бірақ екеуміз жалғастырамыз. Сол кезде ең бірінші қоятын сұрағы қандай болады? Не айтып отырсың? Не туралы сөйлесіп отырсыңдар дейді. Не қыласың не туралы сөйлесіп отқанымызды? Тыңдай берсе деген кезде түсінбей жатырмын, не туралы сөйлесесің? Неге ол түсінбейді? Біздің сөзіміз естілмей тұр ма? Біздің әңгімеміз оған түсініксіз ба? Біз Қытай тілінде сөйлесіп тұрмыз ба? Жоқ. Мәселе бұл әңгіменің басы қайсы?
сосын бұл әңгіме, бұл сөз қаяққа алып бара жатыр, бұл сөзді, бұл әңгіме не үшін айттыңдар деген құлақ ақпаратты солай қабылдайды. Сондықтан ол тұтасқа біріктіреді. Бұдан шығатын қорытынды адам бос сөз, бос әңгіме айтқанда бар емес пе? Мысалы 1 сағат әңгіме қылады, 1 сағаттың ішінде қаншама әңгіме, қаншама нәрселер талқылап, қаншама нәрселерді еске алады, бірақ бір-бірімен байланыс жоқ, басы бірікпейтін, біресе анынан айтып, біресе анынан айтып, біресе басқа нәрсені айтып кетеді ғой. Сол кезде шыққан кезде ана ми кәдімгідей есеңгіреп тұрады. Не айтылды өзі? Мәні не ол? Міне уақыттың мәнін игере алмай қалу деген сөз. 4 сағат тойда отырамыз. 4 сағат деген ең жақын, сағынған ағайын туыстарымыздың ортасында отырамыз. Бірақ шыққан екен шашап шығасың. Не үшін? 4 сағат бойы айтылған әңгіме мүлдем бір-біріне ұқсамайды. Тамада басында айтты, бір қарағанда шешен, керемет сөйлеп жатыр, мақалдатып, мәтілдетіп, неше түрлі сөздерді айтып жатыр, бітті жатыр, тілектер айтылып жатыр. Ана тілектер деген ғажап қой, адам қаншама тілек естіген кезде көкірегі толып, құндылыққа, мәнге толып шығу керек қой. Не үшін мәнге толып шықпайды деген кезде ананың сөзінің жүйесі жоқ, бірімен байланыс жоқ. Себебі құлақ солай үйренеді, солай оның функциясы солай. Қорқылмайтын әңгіме қорқылмай қалады. Сондықтан да бұл құлақ бәрін тұтас алмаған кезде ол үшін уақыттар бөлшектеніп кетеді де тұтас болмай қалады. Оның арты неге алып келеді деген кезде санаңда уақыт тоқтап қалған сияқты болады. Үш сұрақ қойшы, өзіңіз бастадыңыз. Бос сөз, бос әңгіме деп. Енді бос сөз дастарханда басталып жатыр ғой бізде қазір көп жағдайда. Барлық жерде. Негізі осы дастарханның әдебінде, енді бала тәрбиесіне қатысты әңгіме ғой бұның бәрі. Мысалы, бір дастарханда бір отбасы отыр. Күнделікті кешке жиналады. Жиналмауы да мүмкін. Болмаса таң аста жиналады. Әкесі отыр, анасы отыр, үлкен баласы отыр, қыз отыр. Телефонда отыр бәрі. Болмаса әкесі мен анасы сөйлесіп отыр. Балалары ұялы телефонда отыр. Қандай әңгіме жүріп жатыр деген сұрақ. Алар телефон қарап отыр, мыналар бір тойды ма, болмаса бір жерге бару керек еді деген әңгіме айтып отыр. Дастархан осындай әңгіме айтатын не ма бізде қазақта? Сонда орын ба? Дастарханда не айтылу керек? Оны қиссамен ғана түсіндіре аламын. Қиссамен дегенде баяғыда Ибраим пайғамбар өзінің бір жақсы қасиеті бар еді, жалғыз отырып тамақ ішпеуші еді дейді. Сосын бір күні дейді, үйіне ешкім келмей қойды дейді, қонақ келмей қойды, кісі келмей қойды. Сосын бір өзі отырып қалды. Сосын қыз айтты дейді, әке, көке тамақ ішсеңізші деп айтты дейді. Сонда қызын айтты, әй қызым, берген аста береке бар, бермеген аста біте бар деген. Бір кісімен бөлісіп жеген тамағының, нанының сұрауы болмайды, ішкен жегенінің рахатының ертең сұрауы болмайды деген. Сондықтан да бөлісіп жеу керек. Мен бір өзін жей алмайтын әдетім бар еді деп. Енді бір өзім отырдым деп ішпеймін деп енді аш қаласыз ба деп айтты дейді. Сонымен не болады деп отыр еді дейді. Бір кезде Жебірейіл періште кіріп келіп қалды дейді. О, Жебірейіл досым, қош келдің деді. Кел отыр тамақтан деді. Жоқ, мен отыратын уақытым жоқ. Мен Құдайдан, Алладан бір уахи алып келдім. Соны айтамын да кетемін, мен уақытым жоқ деп айтты дейді. Соны айтты дейді. Сенің Аллаң, менің де Аллам. Өзім Құдайға өзім жауап беремін. Кел мен серіктес болып қасымда отыршы, жолдас болып екеуміз тамақ ішейік деп. Мақұл деп ол өтініш қылған соң Алланың расулысы, пайғамбары көңілін қайтармады да отыр дейді. Соның Ибраим пайғамбар тамақты қарны ашпаған жеп жатыр еді дейді. Қарсы Жебірейіл періште тамақ жемейді дейді. Сен неге тамақ жемей тұрсың? Мен періштемін, маған жеуге болмайды. Неге деп еді? Қазір тамақ жегеннен кейін ол тамақтан адамның бойына энергия бітеді. Сол қуат энергия біткеннен кейін оны бір нәрсеге жұмсау керек, оны сұрауы болады. Сен сұра алмайсың, өйткені сен тамақтан тапқан энергияны ізгі, игілі, қайырымды жесірге болысасың, жетімге қарасасың деген сияқты қайырлы істерге пайдаланасың. Ал мен жеймін, менің бойыма қуат бітеді, сосын мен ұшып кетіп қаламын. Сосын Тәңір Тағала Алла сұрайды менен, әй, осындай мен саған нығмет бердім, тамақ бердім, қуатын қайда жұмсадың деп. Соған уайымдап тұрсың ба дейді. Иә дейді. Онда былай болсын, оның қуатын, энергиясын жақсылыққа қарай бұрамыз деді. Ішіп болған екен, маған тамақ, ас ауқат ішіп болған екен, маған бата қайырды дастарханыма деп. Онда жақсы екен. Соны екеуі тамақ ішті, екеуі сұхбат құрды. Енді періштеменен Алланың расулысы пайғамбар сұхбат құрған кезде қандай сұхбат болуы мүмкін? Біз сияқты дүниенің әңгімесі болмайды ғой. Олардың сұхбаты сондай шырынды, неше түрлі рухани сұхбат болады. Соны екеуі біраз отырған екен, айтты дейді, біраз уақыт болып қалды, мен енді рұқсат етсең мен жүрейін деп. Соны мақұл, енді бірақ шарт бойынша сен бата бер деп. Соны тұрды да жаңағы қолын жайып, ал жаңағы ұлың оншақты болсын, қызың оншақты болсын, балалардың тілі шәрбат болсын, сөзі әйбат болсын деп батасын берді де орнынан тұрып кетіп бара жатыр еді. Ол анандай есікке жеткен кезде Жебірейіл періштеге айтты дейді, әй Жебірейіл досым, сен жаңа Алланың бір уахиын алып келдім деп едің, сен маған айтпай кетіп бара жатсың ғой, ұмытып қалдың ба деп айтты дейді.
сонда жебірейіт періште айтты дейді, мен періштемін ғой, мен ұмытқан жоқпын, мен ұмытпаймын деп айтты. Онда сен қашан айтып үлгердің деп. Әлгінде біз дастарханның басында екеуміз рухани сұхбат құрдық қой, сол Алланың уахи деп жүргендерің сол кейінгі ұрпаққа менен сәлем айт, дастарханның басында бос сөз, бос әңгіме айтпасын. Дастарханның басындағы әңгіменің сапасы уахидың дәрежесіне, деңгейіне дейін сондай сапалы болсын деп айтты дейді. Содан бастап кейін Ыбырайым жүрген жөнінде үмбетіне айтып жүр дейді, қауымына, еліне, жұртына, дастархан басында бос сөз, бос әңгіме айтпаңдар деген әңгіме содан шықты дейді. Бұны не үшін айтып отырмын деген кезде, жаңа бұл жерде әңгіме тек Алла туралы емес, не айтсаң да мәнді. Той туралы айт, бала шағаның білімі туралы айт, сабағы туралы айт, жұмысың туралы айт, бірақ оның мәні болу керек. Не үшін айтып жатсың, қандай мақсатпен айтып жатсың, оны артынан не күтесің деген сияқты, былайша айтқанда оның мәні, сапасы болу керек. Бос сөз, бос әңгіме болмау керек деген сөз. Енді бұл әңгімеге түсінікті болу үшін бір қызық нәрсе айтайын. Біз Түркияға барған кезде енді WhatsApp'та дос-жаран іздейді, қайдасың Сейілбек дейді. Мен кетіп қалдым осындай. Қайдасың Түркияда? Қай қалада? Кайсери қаласында. Қанша уақыт болды? 1,5 айдай болып қалды. О, сенің өмірің өмір ғой деп қоямын маған. Ана шетелге шықты десе бір керемет болып жатыр деп ойлайды. Неге өйтіп айттың деп. Біз байғұс Түркия былай тұрсын, шетел былай тұрсын, ауданнан, ауылдан шықпаймыз. Сенікі рахат, анаға ел көресің, жұрт көресің. Көрген түгім жоқ, қойшы өйтіп айтпа. Шынымды айтамын, мен аэропорттан түстім, таксиге отырдық, үйге кеттік, міне 1,5 ай болды, осы үйден шықпаймыз. Күніне бір рет бір қоқыс төгуге бір шыққанымыз болмаса, арасында бір аптасында бір рет бір жүріп, бой жазып келейік деп серуендеп келгеніміз болмаса, ешқайда шықпаймыз. Алдама дейді. Мүмкін емес, сенбеймін саған дейді. Қалайша сен күндіз түні сол бір 4 қабырғаның бөлменің ішінде азаннан кешке дейін кітап оқы. Адам жалығып кетеді ғой. Кітап жазып отырсыздар ғой. Кітап жазып отырмыз ғой, оқып отырмыз ғой. Сендер іштерің пысып кетпей ма сендер? Енді 5 күн оқысаңдар оқитын шығарсыңдар, бірақ сенбі жексенбі бір түріктің қыздарына барып қыдырып бір көріп бүйтіп қайтатын шығарсыңдар деп қояды. Олай емес деп түсіндіре алмай жатыр. Әдемі жерлеріне баратын шығарсыңдар, ана Каппадокиясына баратын шығарсыңдар деп қояды. Жоқ, ешқайда бармын. Мүмкін емес. Қалай сендер жалықпай, зерікпей? Соны түсіндіре алмай жатырмын. Біз жалқып зерігу деген бізде уақыт жоқ оған дейді. Неге деген кезде ол мынандай нәрсе, жаңағы восприятие дегеннен шығады, қабылдау дегеннен, персепшннен. Адамның құлағы, көзі, дәм сезу бәрі орнымен жұмыс істеген кезде адам календарный уақытты ғана емес, анау логостық уақытты, яғни уақыттың мәнін де игереді. Уақыттың мәнін дұрыс игерсе, ол үшін календарлық уақытты да дұрыс игереді. Дұрыс ұйықтайды, дұрыс тұрады, дұрыс үйінде жүреді, дұрыс уақытылы жұмысына барады. Былайша жауапкершілік бәрін уәде еткен жерлеріне уақытылы барады деген. Яғни уақытта мән пайда болғанда? Уақытта мән пайда болғанда сенің күнделікті тіршілігің уақытылы дұрыс жұмыс жасалынады. Яғни сен уақытты бұзбайсың, календарный уақытқа бейжай қарамайсың. Оны қалай түсіндіріп жатырмын? Айтайын дегенім, бұл жерде құлақ дегеннен шығады. Құлақ бір сол сәтте айтылған сөздің мәнін алады ғой. Біз күніге дастарханның басында неше түрлі әңгімелер, неше түрлі ой қорытқан ойлар, алған инсайттар, жаңағы неше түрлі идеялар, светлый санамызға сәуле түсіретін қанша міне күніге дастарханның басында айтылып отырады. Ана бір-бірімізден жалығу, бір бөлмеден жалығып кету деген ұғым жоқ бізде. Себебі бір күніміз бір күнімізге ұқсамайды. Бір асхана, бір үй, бір бөлме, бірақ біз бейне бір әртүрлі асханадан тамақ ішіп, әртүрлі қонақ үйде қонып жүрген сияқтымыз. Неге деген кезде, өйткені бір күнімізге ұқсамайтыны, ол асхана неге байланысты емес, көзге, құлаққа байланысты. Құлақ күнделікті сол жердегі уақыттың мәнін алған кезде, сен үшін уақыт тоқтап қалмаған сияқты болады. Енді адамдар не үшін жалығып кетеді? Өзінің үйінен, тұрып атқан жерінен, немесе сабағынан, әлгі 14 жасар қыз не үшін жалығып кетті мектебінен? Ол барғысы келмейді. Себебі ол үшін ол мектеп күнделікті қайталана беретін, бір мектепте барады, келеді. Ол үшін оның құлағы дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Құлағы жақсы естиді, оны лор врачқа көрсетудің қажеті жоқ. Мәнін ала алмайды. Мәнін ала алмайды. Сабақтың. Мәселе осы жерде. Соны ғалымдар айтады. Оған ол бір сарын ғой, сонда естімейді ғой. Бір сарын. Сонда айтып жатыр. Қарашы, өте қызықты осы жерде. Сонда егер сенің құлағың дұрыс жұмыс жасамайтын болса дейді, восприятиясы қабылдау, яғни мән ала алмайтын болса, онда сен көзге күш саласың дейді.
яғни сен көзбен өміріңді бір күніне бір күн ұқсамайтын жасауға. Алысқа бармай ақ, оны қыз келіншектер өте жақсы біледі. Мысалға өзімізден мысал қылып айта салайын. Біз жатақханада тұрдық қой. Сол кезде келіншегіміз айтатын, шіркін бір бөлмелі үйіміз болса, жаңағыдай өз үйің өлең төсегің деген екен деп. Соны бір бөлмелі емес, 3-4 бөлмелі үйге кірдік. Соны айтты дейді, екінші этажын мансарды бітіріп алсақ, шіркін сол кезде армансыз отырарым, оны да бітіріп алдық. Соны тұрды, қарашы, ескі құсқы баяғы кілемдермен жүрдік. Мына кілем, мына перде терезеге болса деді. Оны кілеммен перде алдық. Ойбай, бұның пердемен кілем болған екен, жерде отырып қалдық. Оны диван болу, диван алдық. Бәрі болды же. Сонда адамдар жаңару деген бар емес па? Санадағы жаңару құлақ арқылы, құлақпен келетін мән арқылы болмайтын болса, сөз арқылы болмайтын болса, онда көзге күш салып жібереді. Яғни көз арқылы күнделікті өмірін жаңартқысы келіп отыр. Яғни ол алдындағы заттар ала беретін, қажет болмаса да, мұқтаж болмаса да, киім болсын, үйдегі ыдыс-аяқ болсын, заттар болсын, мұқтаждықтан алса жақсы. Келсін, келмесін, смартфонды айтайық. Алысқа бармай-ақ, смартфонды ауыстыра беру. Мәнді көзден іздейді. Яғни мынау бір телефоны жаңарып қалса, машинасы жаңарып қалса, бір заты жаңарып қалса, бір өмірі өзгеріп қалған сияқты болып тұрады оған адамға. Бір өмірі жүріп қозғалып жатқан сияқты, уақыт қозғалып жатқан сияқты. Әйтпесе уақыт ол үшін шынымен де тұрып қалған сияқты болады. Өйткені уақыт деген ол жоқ оғым негізі. Уақыт адам санасында, ол өз санамен жасап отырады. Соны ақыр аяғы енді ол ешкімде ақша жоқ қой, жаңағыдай қарыздандың, қауғаландың, кредитке алдың, енді ол тоқтайды ғой бір күн, енді қашан қала бересің. Сосын ең соңында бір амал қалады. Қалай деген кезде бөлмең бар емес па? Соны бір күн тұрады да үйдегі бір кісі айтады, мына бөлменің жиһаздарын өзгерту керек дейді. Не үшін? Мынаның пространствосы, кеңістігі тар сияқты. Меніңше диванды анда қойсақ, шкафты мұнда қойсақ, тумбочканы мұнда қоятын болса, мына жер сәл кеңейіп қалатын сияқты. Мақұл деп айтқан істеп не қыласың? Қалайды, бұл жол бөлме кеңейіп қалғандай болды дейді. Айтпесем, сол жиһаз, сол бөлме қабырғасын кеңейткен жоқпыз, немесе кішкентай жиһаз алған жоқпыз, бәрі бірдей. Бірақ орналастырып еді. Соны өзгеріп қалған сияқты деп отыр. Сонда ол көзі алдап отырғаны, көзбен құлаққа қатысты айтып отқан себебім сол. Мына Роджер Шаттактың айтып отырғанда мына авирондық баланы мысал қылып отыр ғой. Бұның енді әңгімесі өте ұзақ. Бұның ең соңында өнер алды қызыл тіл деген әңгімеге алып келеді. Бұл өнердің ең терең, өнердің түрі көп қой. Мысалға үйірмелер бар, неше түрлі. Жаңағы жазу өнері бар, сызу өнері бар. Немесе ағылшын, физика, математика, жаңағы плотниктер бар деген сияқты әртүрлі. Бірақ бірде-бір мен үйірме көрген жоқпын. Менің үйірмеме келіңдер, мен сендерге мәнді мағыналы сөйлеуді үйрететін үйірме аштым. Балаңызды маған беріңіз деген үйірме жоқ. Негізі өнердің алды сол болады. Тіл. Бұл шешендік өнер емес. Мақалдатып, мәтелдетіп сөйлеуді де айтып жатқан жоқ. Ақындық емес. Ақындық та емес ол жерде. Ол жердегі мәнді мағыналы дұрыс сөйлеу. Яғни сөзді орнымен қолдану деген нәрсе. Енді қысқасы, құрметті көрермендер, сұхбатымызды аяқтайық. Мүмкін 2-ке бөлетін шығармыз. Мүмкін 3-ке бөлеміз де, білмеймін. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы қарап. Бірақ қайттан жалғасады. Мына видеоны көріп бітсеңіз, ертең кешке қарай жалғасы шығады міндетті түрде. Видеоны осы жүріп басыңыз. Не түсіндіңіз, не түйдіңіз, пікір жазыңыз, өйткені сіздердің пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Сейілбек мырза пікір оқитын, жаңа біз байқадық. Және де жеткізетін. Өйткені сол пікірге қарап біз шешім шығарамыз ғой бәрібір. Сондықтан пікірлеріңіз өте маңызды. Сағаттап көрген уақыттарыңыз мәнді өтті ма, мәнсіз өтті ма, онда жазып кетіңіздер. Не алдыңыздар, не түйдіңіздер, біз де соған қарап шешім шығарамыз. Қысқасы, өз стористарыңызға міндетті түрде белгілеп кетіңіздер, таратыңыздар, көрсін, білсін. Және де Сейілбек Мырзабайды міндетті түрде белгілеуді ұмытпаңыздар, Инстаграм бұл кісінің. Келесі сұхбат ертең кешке жалғасады. Қазір біз ары қарай жалғастырып түсіре берейік онда. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.